Сәлем әлем. Әртүрлі спорттық қосымша дәрілермен қазіргі таңда ешкімді таңғалдыра алмайсың. Ал іс радикалды дәрілерге жеткенде адамның келбеті өзгеріп кетуі мүмкін. Сіз саяхат YouTube арнасындасыз және қазір мен сендерге стероид, жалпы айтқанда күш беретін ауыр химиялық дәрілерді қабылдаған әйелдерді көрсетемін. Ал кеттік. Ядро лақтыру саласындағы ежелгі германиялық спортшы Хайди Кригер стероидтарды қабылдағаннан кейін өзін біртүрлі сезініп, келбеті өзгере бастағанын айтты. Ол еркек шора болып баратқандықтан тоқтамай өзін әрі қарай еркек етіп тастаған. Содан кейін Андрес Кригер болып кетіпті. Жас қыз Хайди Кригер кезінде Олимпиадаға қатысып жүргенде, оған Германияның үкіметі стероидтарды жай ғана зарарсыз дәрілер деп алдап берген. Кэндис Армстронг кезінде кішкентай және ап-арық қыз болған еді. Осыдан ол тамақ көп жеп спортпен шұғылдап бастаған. Алайда оған дененің іріуі аз болып көрінгендіктен ол стероид сатып алып әрі қарай денесін іріте бастаған. Стероид деген дәрі қыздың келбетін өзгерткені соншалықты, оның денесінен жүн өсіп, нағыз еркек адамға ұқсап кеткен. Енді Кэндис еркектер сияқты киініп, еркектерге арналған әжетханаларға барады. Ал енді сендерге жай ғана Кэндис қандай болғанын есіңізге салып кетейін. 1993 жылы Денис Рудковский деген ханым Миссис Олимпиадан екінші орынға ие болды. Чемпионатты ұтпағандықтан ол әрі қарай тырыса бастап стероидты одан әрі көбірек қабылдай бастады. Алайда спортта үлкен жетістіктерге жетпегендіктен ол мұңайып есірткі қабылдай бастаған. Содан ол спорттан қалып заң бұзып сотталып кетіпті. Ал енді оның ұсқынына қарасаңыздар, ол әйел адам болып алып стероид пен есірткі қабылдағаннан нәтижесінде осындай келбетке ие болды. Бриджита Брезович 35 жастағы кәсіби спортшы бастапқы фитнес-бикини саласында мансабын құрмақшы болған. Алайда жарыстардың бірінде төрешінің бірі оған бодибилдингке баруға кеңес берген. Сол төрешіні тыңдап, ол стероидтарды қабылдап бодибилдингпен айналысып кетіпті. Нәтижесінде Бриджита бодибилдинг саласында үлкен және көптеген жетістіктерге жетіпті. Моника Моллика швециялық спортшы. Ап-арық болып алып 14 жасынан жаттығып бастаған. Спортта көптеген жетістіктерге жеткен. Осындай беті әдемі қыз қазіргі таңда бастаушы спортшылардың бапкері және де дұрыс тамақтану саласында кеңесші болып жүр. Әзірге болды достар, сізге осындай қыздар ұнай ма? Комментарияға өзіңіздің мінездеріңізді жазыңыз. Видео ұнаған болса лайк басып арнаға жазылыңыздар.